Әйелдің қандай екені күйеуі кедейленгенде білінеді. Еркектің қандай екені әйелі ауырғанда көрінеді. Бауырдың татулығы мирас бөлгенде байқалады. Нағыз дос басқа іс түскенде айқындалады. Мұсылманның иманы сынақтарда сыналады. Айналаңдағы әңгіме ол айтыла береді. Сен жақсы болсаң да, жаман болсаң да айтылады. Сондай адамдар бар, біреудің артын шұқып, айыбын айтпаса құмары қанбайтын. Олар өмірін соған арнаған. Жақсы адам сөздің шырынын іздейді, жаман адам сөздің шірігін іздейді. Олар шірік қой, солай жүре берсін. Ақша билеген заманда адамның құны 5 тиын болып тұр. Бұрын мал арам өлсе, ата-әжелеріміз уайымдайтын еді. Қазір адам арам өліп жатса да, саусағын қимылдатар жан жоқ. Заман емес, адам азған. Бәрінің көксегені ақша мен билік. Бұл өмірдегі билігің мен байлығың ана дүниеде азық болмас. Қаласың ертең көміліп боқсасып. Алыстан саған атартып келетін дұшпан жоқ. Дұшпан өз қасыңнан шығады. Үріп келген иттен гөрі, күліп келген дұшпанға бата алмайсың. Сол үшін оларды үнсіз жең. Қадірі кеткен күні не ит боп қаба алмайды, не дос боп келе алмайды. Ең әдемі күлкі, ең үлкен мұңды жасырып тұрған күлкі. Адамдардың сені қызғанып көре алмауы сенің дұрыс бағытта екеніңді көрсетеді. Себебі адамдар ешқашан өзінен төмен адамды қызғанбайды. Ақшамен сыналып жатсаң, шүкір ет. Құдай баламен денсаулықпен сынамасын. Жүрекке дүние кірсе, кең әлемді тар қылар. Жүрекке иман кірсе, тар әлемді кең қылар. Пейілің кең болса, түннің өзі жарық көрінеді. Пейілі тар адамға жарық дүние өзі тар боп көрінеді. Кең болсаң, кем болмайсың, маңайың тар болса да, пейілің тарылмасын. Менің өмірімде бір ғана заң бар. Көңілім суыған адамдарға қайта көңілім жылымайды. Адамды көрік ететін жүзі, жүзді сұлу ететін екі көзі десек те, адамды адам ететін оның аузынан шыққан сөзі, іс-әрекетті, сыйластыққа сыйластықпен жауап беруі. Іштен шыққан ит жаман, өтіп кеткен көз жаман. Көңіліңді қалдырар, өсек өтірік сөз жаман. Тілдінің тілінен, көздінің көзінен, жаман иттердің ісінен сақтай көр. Қашан адам өзіне баға береді, сол кезден бастап адам ұтылған болады. Мен жасап жүрмін, мен жақсырақпын, мен ақылдымын, мен көбірек білем, мен айттым ғой, менің кінәм жоқ деген сияқты сөздерді айтумен өзіңізге баға берсеңіз, ұтылдыңыз. Мен деп өзімізге баға беруден сақтанайық. Мен деу үшін емес оның бәрі. Жасатып жатқан еміз екенін және бәрі оған ғана тән екенін ұмытпайық. Мені жаман десең, мен шынында жаманмын. Ал жақсы десең, мен ең жақсымын. Бірақ есіңде болсын, саған қайсы жағым көрінген болса, сен соған лайықтысың. Өмірден шаршаған адамдар не өздері өмір сүрмейді, не басқаға өмір сүруге мүмкіндік бермейді. Адамның дәрежесін ақшасы, жағдайы, мәртебесі, деңгейі көтермейді. Адамның дәрежесін көтеретін, бәрінен биік ететін адамдық қана. Өзгенің ақысына кірмеу адамдық, көңілге қарау адамдық,
Жылы сөйлеу адамдық, жымиып қарау адамдық, сабыр ету адамдық. Жағдайың келмесе де өзгеге жақсылық етсем деген ниет адамдық. Жақсылық ете алмасаң, ең құрығанда жамандық қылмау, тілдемеу, сөкпеу, ғайбаттамау, ол да адамдық. Адам болып келдім өмірге, адам болып кету тілегім. Адамгершілік пен адалдығымыздан айнымайық. Өмір бұл баспалдақ. Көтеріліп бара жатып, адамдармен амандас. Төмен түскеніңде танып, қолын беретін болады. Мен өзімді бір ғана сөзбен жұбатамын. Егер Алла тағала мен үшін осылай дұрыс деп шешсе, бұл жерде міндетті түрде бір жақсылық бар. Бұл дүниеде ешқашан да еш нәрсені кемсітпе. Өйткені арзан тұратын қалам да миллиондаған ақшаға қол қою мүмкін. Өмір кімнің иелігінде? Жүректің дүрсілін, кеуденің тынысын басқарып тұрған кім? Жауабы бәріне анық, қарапайым сұрақ. Алайда шаруаға келгенде тез ұмытып кететіні өкінішті. Оған деген сенім нығайып, тәуекел ету, жеңілдеу үшін бір істі үнемі жасау керек. Ол іс әрбір дұғаңызға алған жауапты естен шығармай, бірден шүкіршілік етіп отыру. Осы менің жақында жасаған дұғамның нәтижесі ғой деп, бірден жүректі разылыққа толтыру. Қайта-қайта қайталанған осы әрекеттің нәтижесі Аллаға тәуекел етудің жеңіл болуы. Кез келген ісіңізді міз бақпай тапсырып қойып, алаңдамай өмір сүру. Нағыз мүміннің өмірі өте жеңіл. Көңілге түскен жараны амал бар, басқаларға білдірме. Бұл дүниеде барлығы саған емші бола бермейді. Қайта сол жараның аузына тұз сепсем дейтіндер жетеді. Бай атқа мінсе, құтты болсын айтамыз да, кедей атқа мінсе, қайдан алдың дейміз. Тек жақсы денсаулық нәсіп етсе болғаны. Бақыт байдың сарайында да, кедейдің лашығында да болады. Еңбек етіп, табаның жара болса болсын, тізең топырақ болмасын. Кейбіреулерді қадірлесең, аспанда болады. Сенің жақсаған жақсылығың оған өтеген міндетің сияқты көреді. Сол үшін жақсылықты, кішіпейілдікті адамына қарап жасаған дұрыс. Шектен асқан мейірімділік, кішіпейілділік өзіңді қадірсіз, жалынышты етіп көрсетеді. Бізде қазақта мынадай нақыл сөз бар. Мал жаманы сипағанды, адам жаманы сыйлағанды білмейді деген. Адамдардың арасында жақсысы жаманы, кекшілі болады. Сен қанша аспен ұрсаң да, сені таспен ұратындар бар. Адамгершілікпен сыйлап құрметтесең, олар оны сенің міндетің деп қабылдайды. Сондықтан ондай адамдарға өз қаруын өзіне жұмсаған дұрыс деп ойлаймын. Бидайдың кеудесін көтергені дақылы жоқтығы, адамның кеудесін көтергені ақылы жоқтығы. Үнемі шекер жеген адамға тұздың дәмін түсіндіру қиын. Сендерді дүние тіршілігі әсте алдамасын. Бұл дүниеде жат жерлік немесе жолаушы секілді бол. Өзгелердің үйіне соқыр күйде кіріп, мылқау халде шық, сынаушы болма. Ешқашан сараң болмаңыз, екінші мүмкіндік беріңіз, бірақ ешқашан үшінші рет мүмкіндік беретін ақмақ болмаңыз. Бір қателікті екі рет қайталауға болмайды, екінші рет қателік болып есептелмейді, ол таңдау. Егер қатты және тәтті ұйықтағыңыз келсе, өзіңізбен бірге төсекке таза арыңызды алып жатыңыз. Өмірлік сұрақтарға келгенде, ер адам берік, қатты болғанмен, өзінің әйеліне жұмсақ болуы керек.
Сөз кілт секілді, ретін тауып кез келген жүректің құлпын ашуға және кез келген ауызды жабуға болады. Сізді тек жоғарыға қарай жетелейтін жандармен дос болыңыз, себебі төменге тартқысы келетін адамдар толып жатыр. Егер өмірде әрдайым күлімдеп жүрсеңіз, өмір де сізге күліп қарайтын болады. Үйіңді қонақ келердей, жүрегіңді өлім келердей таза ұста. Біреуге жасаған жамандығың түбінде міндетті түрде өзіңе қайтатынын ұмытпа. Уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған жүйрік жоқ, адамға Алла бұйыртқан уақыттан қымбат сыйлық жоқ. Жолдан бұрын жолдас ізде, үйден бұрын көрші ізде. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді, дәуірлер, замандарда. Менің жаным ашиды мына өмірді өтпейтіндей көретін адамдарға. Жақсы досты қаласаң, өзің де жақсы дос бола біл. Көзі соқырға жолдас болсаң да, көңілі соқырға жолдас болма. Әр нәрсенің сыртына қызықпа, асылы ішінде. Ашу боран секілді, біраз уақыттан кейін басылады, бірақ оған дейін көп бұтақты сындырып үлгереді. Адамға сенген мұрттай ұшады, Аллаға сенген құстай ұшады. Бір-бірімізден бәрібір құтыламыз өлген кезде. Сол үшін бір-біріміздің қадірімізді білейік, кешірімді болайық, бұл өмір тым қысқа. Шындық жақсылыққа, жақсылық жәннатқа жетелейді. Өтірік жамандыққа, жамандық тозаққа жетелейді. Кісі өзгенің айыбын қазбалап кемсітер болса, сол қателік өзінің басына келмейінше дүниеден өтпейді. Адамдар өз басына қиындық келмей, біреудің қиындығын түсінбейді. Бұл өмірде бір-бірімізді көп ренжітеміз, артынша өкінеміз, өмір қалады, біз кетеміз. Саған сенім артқан адамға өтірік айтпа, саған өтірік айтқан адамға сенім артпа. Кешірімді кісі ғана ірі адамға айналады, өйткені оның жүрегі кең, өресі биік. Бақытты адам өзгеге жамандық тілемейді. Жаман еркек жар қадірін білмес, жайсыз әйел ер қадірін білмес, жалқау адам тер қадірін білмес, жетесіз жігіт ел қадірін білмес. Берсе де әркім келіп түрлі кеңес, асығыс жасамаңыз қырғын негес. Шындықтың бәрі әдемі дегенменен, әдемі сөздің бәрі шындық емес. Қанша тұлпар десе де, мініп болмас жалсызды. Қанша білгіш десе де, халық сүймес арсызды. Шанышқылаған сөз қиын, жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын. Ақылыңнан адасып, өзің түскен өрт қиын. Жаңбыр жаумаса жер жетім, басшысы болмаса ел жетім, ұқпасқа айтқан сөз жетім. Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы. Балаң жақсы болса, жан мен тәннің шарағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Көп тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Қарағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.